Ал 15 жасында спортингта ойнап жүрген кезде Роналду да жүрекпен проблемалар шығып, карьерасы аяқтала жаздаған дейді. Мұғалімі қарғаған ғой жаңағы орын лақтырған. Бірақ лазер арқылы емделіп 3 күннен кейін Роналду тренировкаға қайтадан кірісіп кетті. 3 күннен кейін дейді. Сонда 15 жасар балаға мынау ертегі деп ойлаймын. Жоқ, мынау андай ғой. Чоза лазер біз немене лазер бар ғой? Жоқ, бұл басын ауыстырады. Жоқ, қазір медицина дамығанын білем, бірақ енді жоқ, 15 жасында дейтін 2000 жылы ғой. Ё-мо. Жүрекпен емдеп 3 күннен кейін тренировкаға шығып кететін. Мен 2004 жылы аппендицитпен жатқам. 1 ай жаттым ғой мен. Мынау жүрегін емдеп 3 күннен кейін. Брат, 2000 жылы қазақстан лазерді былай қолданған ғой, мысықтарды ойнату үшін бар ғой. Мысықтарды? Ол кезде біз ойнап жүргенбіз. Қазір ол мысықтар. 2002-де мысықтар. Жоқ, көп футболистта осындай тема. Кішкентай кезінде проблема болған, жүрегімен проблема болған, анау проблема. Әйтеуір қай футболист оқымаса, всегда сондай бір. Жоқ, брат, мен даже футболист емес, любой адамдардан мне кажется. Просто біз тексеріп. Сенде кішкентай кезде проблема болды ма? Иә. Көрініп тұр. Көрініп тұр ма? Сотрясение мозга. Сенде, брат, мен айтайын, сен емделмегенсің, сол сен де асқынып отыр білесің ба? Менде сотрясение мозга. Жауап бере алмай қалса. Я бірақ типа андай ғой, біздің аппендицит сияқты ғой, сондай нәрсе болып қалған. Бірақ Европада тез емдегеннен кейін. Жалпы подростковый өмірі қиын болды Роналдудың. 14 жасында мектептен шығып кеткен, 15 жасында жүрегі ауырған. Енді Может, жүрегінің проблемасы деген қатты бір проблема болған жоқ ше. Просто андай типа жай преувеличили, просто Роналду болғаннан кейін преувеличили, жүрекпен проблема болып футболист болып кетті. Возможно, бір кетаролмен емделіп кеткен. Кетаролмен емделіп кеткен. И бір досы бар, лазермен бірдеме істейтін. Лазермен ойнаған. Кетарол шытта сыртынан Бірақ лазер. егер шын болса да, в целом осындай адамдар, осындай жағдайлар адамды мықты болуға көмектеседі.